Бәріңе сәлем. Бүгінгі тақырып жай бөлшектерге амалдар қолдану. Енді бұл тақырыпқа осы кітаптан мысалдар алып есептеп көрейік. Мысалы, осы бірінші мысалды алып көрейік. Жақшасымен бар. Бұл оқушылар, сендерге айтарым, әр есепте бірінші жақшада тұрғандарды есептейміз. Егер жақшасы болмаса, бірінші бөлу, көбейту, қосу, азайту дейтін солай есептейміз. Жақшада болғаннан кейін жақшадағы есепті бірінші шығарамыз. Аударайық. Дұрыс емес бөлшектерге 3 көбейтілген 10 қосы 2 32. 3 5-те 1. 3 16. Енді осыны азайтайық. 32-де 3 минус 16-да 3. Жауабы 16-да 3. Енді осы 16-да 3 дейтінді біз бөлейік. 3 3-те 1-ге. Жауабы неше шығады? 16-да 3 көбейтілген. Мұнда 3, мұнда 10. Түсінсеңдер, комментария жазып кетіңдер. Ал түсінбеген болсаңдар, неге олай жазғанымды көрсетейін. 3 3-те 1. 3 көбейтілген 3. 3 көбейтілген 3 қосы 1 10. 3-ті 3-ке бөлеміз. 1 1. Қалдық. 10 2-ке бөлінеді. 16-да 2-ке бөлінеді. Сол үшін мұнда 8, мұнда 5. 8-де 5 дейміз. Жауабы 1-де 6. 1-де 6 болды жауабы. Ди 1-де 6. Енді тағы не шығып көруге болады. Жақшамен түсіндіңдер, дұрыс па? Мысалы, 12-ші тапсырмада мына жақшаны жасаймыз, мына жақшаны жасаймыз, содан соң ғана жауаптарын бөлеміз. Енді мысалы, мына жақшаны жасаймыз, содан соң мына бөлгішпен көбейтеміз. Кейін соңында осы бөлгішпен қосамыз. Енді ал мына көбейту бөлшектерді қалай қысқартсақ болады? 14-те 3, 143 дейтін сан бөліне ма 3-ке? Мысалы, бөліне ма 7-ге? Бөліне ма бөлгіші бөлінсе, солай қысқартамыз. Мысалы, қандай қызық есеп бар? Көрейік. Мен ойымша 24-ші есеп қызық сияқты. Осындай есептер ОБТ-да көп келеді. Бұдан да көп сандар болуы мүмкін. Оны бірақ матсауаттықта көбінесе түсіндіреді қалай есептеу керек екен. 24 жазып көрейік. Жазып қойдым. 3-те 4 көбейтілген 3-те 4 бөлінген дегенім. Бірінші осыны есептейміз. Себебі ол бөлгіш. Мысалы, сіздер мұнаны есептей алмайсыздар. Сіздер бірінші бөліндіні есептейсіздер, көбейтіні есептейсіздер, қосуды кейін есептейсіздер, содан кейін азайтуды есептейсіздер. 3-те 4 көбейтілген 4-те 3. Естеріңде ме? Екінші бөлгішті бұлай орындарымен ауыстырамыз. 3-те 3 бөлінеді, 4-те 4 бөлінеді, жауабы 1. Енді мында 3-те 4 көбейтілген 3-те 4. Жауабы 9-да 16. 3-те 4. Сіздер көріп жатыр ғой да? 3-те 4. Азайтылған 1. Қосылған 9-да 16. Ортақ бөлгіші 16. Мұнда 4 болады, мұнда 16 болады, мұнда 1 болады. 4 өткені 4-ке 4-ті көбейтсек 16. 1-ге 16 көбейтсек 16, 16-ның өзі 16 шығып тұр. Сондықтан 12, азайтылған 16, азайтылған 9. Қосу екен арасы. Так. 12-ден 16-ны азайтсақ қанша болады? Осы сәтте жақсылап қараңдар. Жауабы 4 болмайды, минус 4.
-4 болады. Себебі бізде -16 үлкенірек +12-ден. Енді -4-ті 9-ға қосамыз. Ол жауабы 5 шығады. 6 деп жазып қойыппын. Жауабы 5-те 16. Жауабы Е, 24 жауабын көрейік. 24 Е. Дұрыс. Сендерге осы тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Егер көбірек есептегілерің келсе, көбірек практика жасағыларың келсе, маған жазсаңдар болады телеграм каналға. Осы кітаптан сендерге есептерді жіберейін. Бұл кітаптан есептер көп шарсаңдар, целом есепті көп шарсаңдар, практика көп болса, оңай болады. Солай. Рахмет видеоны көргендеріңе. Соңына дейін барлықтарыңа сау болыңдар.